Шаш түсуінің негізгі 6 себебі. Бірінші, ол күйзеліс. Яғни күйзеліс кезінде шаштың түсуі бірте-бірте көрініс бере бастайды. Яғни ұзақ уақыт күйзелістегі болатын адамдарда. Не себепті? Себебі күйзеліс кезінде организмде кортизол гормоны бөлінеді. Кортизол гормоны бүкіл жалпы сосудтарды қысып, нәтижесінде қан тамырлары, жалпы шаштың түбіндегі қан тамырларының қабырғасын қысып, қанның баруы қиындай береді. Сәйкесінше шаштың түсуі көрініс береді. Ал енді екінші себепке келсек, екінші себеп әрине ол анемия, қаназдық. Жалпы қаназдық кезінде мысалы организмде темірдің немесе В12 дәрумендерінің түсіп кетуі салдарынан жалпы өмірлік маңызды бар ағзаларға қан жалпы тасымалданады, және оттегі жетіп отырады тіндерге, бауыр, бүйрек, жалпы сонымен қатар жүрек сынды. Ал осы жалпы шеткер организмдегі мысалы шаштың түбіне, сосын кейін тырнақтың түбіне жалпы қан тамырлары арқылы қанның баруы қиындайды, яғни қанның құрамындағы оттегінің баруы қиындайды. Сәйкесінше шаштың түсуі көрініс бере өтеді. Яғни шаштың сынғыштығы, анемияда көптеп кездеседі. Және сонымен қатар келесі дәрумендердің жетіспеушілігі. Әрине бұл жерде айта өтетін жағдай. Міндетті түрде В дәрумендердің жетіспеушілігі көрініс береді, және Д дәрумендер, және сонымен қатар мырыш, жалпы цинктің жетіспеушілігінен болады. Және сонымен қатар 40-тан асқан немесе 35-тен асқан адамдарда көптеп кездесетін әрине коллагеннің тапшылығынан осы шаштың түсуі көрініс беріп отырады. Сол үшін осы витаминдерге анализ тапсырып, жалпы организмде гемоглобинді анықтап отырудың маңызы өте зор. Ал келесі себеп әрине ол экология. Мысалы, адам бір экологиялық аймақта болуы мүмкін, және ол да әсер етеді, және ол шаш жуатын судың құрамында хлордың шамадан тыс артық болуы, немесе ол химиялық өнеркәсіптік орындарда жұмыс істейді, бірақ ол өзінің күтімін гигиеналық жағынан тазалық сақтамайды. Мәселен, басына бас киім кимейді, шаш күтіміне назар аудармайды. Сәйкесінше оның өзі де шаштың түсуіне алып келіп отырады. Ал енді келесі себепке келсек, келесі ол гормональды бұзылыстарда болады. Әсіресе мынау эндокриндік жүйедегі қалқанша без гормондарының бұзылыс салдарынан болады. Және сонымен қатар көпшілік мамандардың айтуы бойынша ер адамдарда кездесетін тестостерон гормонының шамадан тыс артып кетуі де осы шаш түсуіне алып келуі мүмкін. Және ең соңғысы жалпы ол әрине біріншіден ол генге байланысты. Адам бүкіл анализ тапсырды, қарады, тексерілді. Ол адам 35 жастан асқаннан кейін шаш түсу пайда болды, ешқандай өнімдер көмектеспей жатыр. Ол әрине генетикалық өзгерістер, жалпы әкесінен баласына берілуі деп айтуға болады. Сол үшін сіздерді осындай шаштың сынғыштығы мазалап жүрме, жалпы жас кездерде міндетті түрде қан анализдерін тапсырып, яғни витаминдерге тапсырған өте маңызы зор. Себебі осы витаминдер жетіспеушілік кезінде организмге витаминдер қабылдағаннан кейін, жалпы анемия кезінде анемияны емдегеннен кейін шаштың өсуі ары қарай жалғасып көрініс бере бастайды.